Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оңай, әрі тез дайындалатын торт түрі. Өте жұмсақ, нәзік торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Және де міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен қоюлатылған сүтіміз бен жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнға қопсытқышта араластырып қоямыз. Ұнымызды салып бірге араластырамыз. Дайын болған сұйық қамырымызды дәл видеодағыдай формаға салып, біркелкі жұқа қылып жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 6-7 минутқа салып пісіріп аламыз. Келесі кезекте кремімізді дайындаймыз. 33% сливки мен сахарный пудраны жақсылап араластырамыз. Тортымыз біркелкі әдемі болып шығу үшін формада осылай кесіп аламыз. Описаниедегі рецепт бойынша менде 9 корж дайын болды. Формаға салып, тортымызды жинаймыз. Корждарымызды теріс қаратып саламыз. Арасына пропиткаға менде сгущенка мен қайнаған су араластырдым. Тортымызды жинап болған соң холодильникке бір түнге салып қоямыз. Міне мен тортым бір түн бойы холодильникте тұрды. Енді формадан алып, осылай бір тегіс етіп жинаймыз тортты. Өз фантазияңызға қарай тортты әсемдеп шығамыз. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыз. Сіздермен болған мен Дана, баршаңызға ас болсын.